Барша қазақ Абайды біледі. Абайдың қара сөздерін оқиды. Сол қара сөздерін талқылайды. Көптеген абайтанушылар бар, философтар бар. Әрбір мектепте қазақтың дара туған сондай бір ерекше тұлғасы деп Абай атамызды айтып жүреді. Өлеңдерін айтып жүреді жатқа. Бірақ өкінішке орай абайша өмір сүріп жүрген қазақтар өте аз. Мәлік Отарбаев деген жазушы өзінің кітабында айтады. Таңы шық деген кішкентай кітапшасында. Абай жолы дейді, ол Алланың жолы дейді. Шынымен де түсінген адам, Абай жолын оққан, Абайдың өмірін зерттеген адамдар, Абайдың өмір баянын қарасақ, Абай діндар адам болған. Алланың жолында жүрген адам болған. Бірақ өкінішке орай біз Абай атаны білеміз, айтамыз, бірақ өкінішке орай дәл сол кісі сияқты, сол кісі шақырған, Абай атамыз шақырған шариғатпен, Алланың жолымен жүре алмай жүрміз. Абайша өмір сүріп жүргендер өте аз.